ойыңнан алып шығасың. Соған масаттанасың, оны жана жан жақтан жаңағы әрлейсің, жасайсың, мәнерін қосасың, жүрегіңді қосасың, сезіміңді қосасың. Сосын бірінші не істейсің? Өзіңнің жаңағы семьяңдағы бауырларыңа, жаңағы ұлыңды, достарыңды әкеп қаз-қатар отырғызып қоясың да, сосын жаңа көрсетесің. Бірінші менің ұлым көреді. Егер оның көзінде бір от пайда болса, яғни оны арман қарай жалғастыруға, яғни халықтың алдына жіберуге болады. Сіздің өнеріңізге таңғалып, таңданып, тамсанып жүргеніме бірнеше жыл болды. Осы ауадан от жасап, жоқтан бар жасайтын адам, сіз сиқыршыға өмірдегі қиыншылықтардан өту қалай? Қарапайым. Ешқандай, егер сіз екі қолыңызбен бір нәрсені көтеріп, екі аяғыңызбен барып бір мәселені шешсеңіз, мен де сол қалпында. Қиыншылықтың шешімін дұрыс қабылдауға тырысамын. Кейде болады енді ондай жағдайларда, мысалы өзіңнің бір трюктеріңді қолданып қаласың, кейде әзіл қалжың жасап қаласың. Көбінесе мен мысалы достарымның ішінде де бір аңқаулау, сондай бір балалық бір сезімде жүретін бір достарым бар. Соларды кейде әзіл қалжың жасап қаласың да. Содан кейін ол бір айлап әңгіме болады да өзіміздің құрбы достарымыздың арасында. Мысалы, соның біреуін бізге айта кетсеңіз. Өзім үйде осылай бір іс тігіп, бірдемелер жасап жатқам. Жаңағы аңқылдап қалған досымыз звондап қалды да, үйдесің бе десін, үйдемін дедім. Сосын кіріп шығайын дедім, кіре сал дедім. Сосын отырдым да. Өзім жаңағы кейде іс тігіп, жаңағы бірдемелер ойластырып жатқанда көңіл күйінің барлығы бір мәселеге кетіп қалады ғой, бір неге. Сосын ойладым да, көңілімді шамалы көтерейін деп. Қалжыңдағым келіп кетті да. Сосын ақырын ғана барлығын дайындап қойдым. Жаңа келердің алдында, жаңа өзім жасайтын трюктарымды, барлығын. Ол не мәселемен келе жатқанын мен өзім білем ғой, бірақ іштен білдіртпедім. Ол келді, отырды, сосын мен қарасам қипылықтап бара жатыр да бетіп. Сосын ойладым, жарайды деп, сосын не бір шаруамен келдің ба, бірдеңе болды деп. Сосын жаңа ақырындап жаңа әңгімесін айта бастады. Солай болды ма деп, енді не істесем деп. Сосын әрине көмектесем ғой, онда тұрған ештеме жоқ, кішкентай ғана не екен ғой. Әрине дедім да. Әмиянымды алдым да, ашып ішінен жаңағы айтып жатқан суммасын бүйтіп шығардым да, бір сумманы жеткізбей қойдым. Айттым да, дедім, менде бар ақша осы, маған да банкке баруға алу керек, енді көріп отырсың ғой, мен істігіп отырмын, мен бұның барын тастап, енді осы екі кештің арасында қайда жүгіремін мен шығамайын деп. Оның жаңа көзі жәудіреді де кетті. Жарайды енді, сен үшін енді бірдеме жасай салайын деп, әдейі кәшіліктен осындай 200 теңгені алдым. Алдым да, өзімді неге салдым, үстіне қойдым да, жаңағы рөлге кіріп кеткенмін. Өйстіп отырып, сүп деп қойым жаңа. Көзі бақырайып кеткен, ештеме түсінбейді да жаңа. Қазір деп, әкең аты кім еді деп қойым. Сүп дедім да. Ал деп, бісміллә енді көрейік. Пәленшекейдің несібесіне қарай не шығады екен дедім да. Өйстіп алып, орап көз алдына шығардым да. Жетпей тұрғанына, сенің бар ғой, осы сенің беріп тұрады саған. Міне, көрдің бе? Міне, ал, енді барып жүгіре бер дедім ғой. Отырған орнынан ұмтылып тұрсаншы, бүйтіп, іштемені дейді. Содан кейін бір жарты сағат өтті ме, өтпеді ме? Менің жаңа құрбым звондайды да. Сен не жасап қойдың дейді? Мен не жасап қойдым дедім. Анау бала сұрып жүр ғой, мен қасыма біреуіңіз жүріңдер, сосын ақша тексеретін жер бар ма? Сол жерге бірге барайықшы. Мен қазір банкке бардым, мен қасыма адам керек деп айтады дейді. Алтынай, бізде де 200 теңгеліктер бар, түсіру тобында бізге де өстіп ауыстырып берсеңіз. Сіздер қалаған басқа ақшаға айырбастауымызға болады. Өнерлі адам жан-жақты өнерлі болады дейді ғой.
Сіз сиқырлықтан басқа тағы бір басқа өнерлермен айналысасыз ба? Я айналысамын. Біріншіден бұл өнерге келуім мектеп қабырғасында жүріп, біз бірінші мектеп театрына қатысып жүрдік, содан аудандық театрға қатысып жүрдік. Ең үлкен өмірімдегі ойнаған ең үлкен жаңағы спектакль дейді ғой, Шыңғыс Айтматовтың Ақ кемесіндегі Қалқан құлақ бала. Сонымен қатар әнге сөз жазамын. Өлең жазу бір бөлек, жаңағы әңгіме жазу бір бөлек, сахнаға шығу бір бөлек. Өзімнің жаңа киім тігесін, ол енді барлығына белгілі. Киімнен қалған тіпті кейбір маталардың кішкентай нелерінде тастауға қимаймын да. Өйткені әжем марқұм сондай қиқымдарды жинап құрақ құрайтын тұғын. Ондайым да бар. Мысалы, мынау кезінде бір мейрамға достарымның берген сыйлығы болатын. Ішінде сыйлығы жатқан. Өте жақсы сыйлық жатқан. Бұл қорабы. Сосын былай қарасам өте ағаштан жасалған, өте әдемі. Енді білесіз ғой, тігіншінің ине жіптері әр жерде шашылып жатады. Ішіне салып қойдым да, бетін жабын етсем, үстінде жаңағы берген сыйлықтың аты жөніне дейін қай қалада шығарылды, Маденчина деген сияқты барлығы жазылып тұрады. Сосын ыңғайсыз көзіңе түсе береді, сосын алдым да үстін осылай боядым. Міне дайын дүниелерім деп айтуға болады. Шараптың шөлмегі. Яғни бұған тек қана шараптың шөлмегі емес, сонымен қатар кейде болады, мысалы әдемі шырындар да сатып атады, олардың сыртқы нелері өте әдемі болады. Негізі мен бір жерде қонақта отырсам, мейрамханада отырсам, енді білем ғой, мына заттың мысалы ішіндегісі барлығы кетті, сыртындағысын лақтыратын. Егер сырты әдемі, бір сондай ой салатын әдемі болса, екі көзім сонда болады. Сосын жаңағы дайыршылар шақырамын да, ана шөлмекті маған әкеп бересі, бос қой дейді, ештеңе қылмайды, сол босы керек маған деп сөйтіп. Кейде құрдастарым қалжыңдайды да, біз үйге сарқытап кетсек, сен салдыр-гүлдір бутылка жинайсың да жүресің деп. Шөлмек іші емес, сырты қызықтырады. Сырты қызықтырады. Адамның жан дүниесі сырға толы. Кейде болады мұңға толы деген сияқты. Адам ішкі жан дүниесінде бір арпалыстар болып жатырады. Бір мәселемен, жағдайда бір күресесің өз-өзіңмен, айта алмайтын бір мұң болады, немесе сыр болады. Адам өзі жеке өзімен өзі қалып кейде бір ойланатын кездер болады. Солай емес па? Сондықтан ол әйел адамның басында тіпті өте көп болатын жағдайда, сондықтан кейде өзімнің ойымды шығару үшін, немесе бір мәселені қалай шешсем екен деп, немесе жаңағы үйлесімдік табу үшін. Бұнда яғни өзіңнің ішкі ойыңды суреттегендей боласың. Өмірдің барлығы тек шаттықтан, күлкіден, әдеміліктен, бақыттан тұрмайды ғой. Оның да бір көңілге ұнамайтын сәттері болады. Сондықтан соны бірақ жаңағы айқайлатып көрсетпей, ақырын ғана үйлестіріп, білдіртпей жаңағы жіберу үшін осындай қара түсті енді басқа түстермен үйлестіріп, ең артында бір позитивті, жақсы бір ойда дүниелер шығады. Сиқыр өнерінің тағы бір түрі, ол тек қана жаңағы бір жерден ақшаны алып шығу, немесе біреудің бір затын ұрлап алып, сосын басқа жерден шығару, сондай ғана емес, сонымен қатар адамның назарын аудару. Соны біреу мен, егер Динара сен қарсы болмасаң, соны біреуін жасай беремін. Қарсы емеспіз. Онда қолыңды алға қарай созсаң. Жаққа да шашу. Бұлай. Көзіңді меден алма, маған қара. Іштеме ойлама, тек егер мен қазір көзімді седен алып кететін болсам да, сен қолыңды, яғни осылай, осы дәрежеде ұстауың керек, көзің алға қарауың керек. Енді қазір мен сенің қолыңа екі таңба саламын. Сезіп тұрсың ба қатты басқанымда? Иә. Сездің, маған қара. Енді қолыңды жым, қатты қыз, ақырында аш. Аш, қорықпа аш. Енді алақаныңды бұлай көрсет. Енді алақаныңа қара. Керемет, қалай істедіңіз? Сиқыр өнері деген міне осы. Жігіттерге де өстіп таңба салып кетесіз ба? Жоқ, ондайым жоқ.
көрермендерге жеткізе білу дұрыс та, жеткізе білген дұрыс та. Яғни бірінші көрермендердің назарын өзіңе аударасын, сосын қолыңдағы тұрған затқа аударасын. Яғни от пен жақтың, оттың жаңа қасиеті бар екен, құдіреті бар екен қолыңмен көрсетіп, үрлеген кезде оны гүлге айналдырып жіберуің керек та. Қазір маған Алтынай бір фокусын үйретті. Енді менен қаншалықты сиқыршы шәкірт шығатынын білмеймін, бірақ соны байқап көреміз. Көрелік. Ал кеттік, іске сәт. Міне осылай. Рахмет. Мен негізі әр елге барғанда, әр елден бір затты алып келгенді жақсы көремін да. Мынау Қытай еліне барғанда, Қытайдың жаңағы философиясы болсын да, олардың бір тағамға, асқа деген көзқарасы барлығы өзгеше. Сондықтан олардың жаңағы шай рәсімі дей ме? Шай рәсімі дейді ғой. Сондықтан қатты ұнатты. Сондықтан мен бүгін сіздерге Қытайдың әдемі, иісі бұрқыраған көк шайын Қытайдың ыдысымен Қытайша шай бермекшім. Ренжімеңіздер, жандарыңыз қазақ, бірақ бүгінгі ішетін шайларыңыз Қытай десе. Көрермендерге дастархан басында отырған адамдар қызығырақ, сондықтан соған көшейік. Өзіммен бірге өмірде бірге келе жатқан адал жақсы достарым бар. Оның бірі мына Гаухар. Бұл кісінің мамандығы дәрігер. Яғни мен егер әдемі болып, сау болып көрінсем, бұл менің Гаухарымның арқасында. Мен сіңілім Ләззат өзімен бірге сахнада жүр. Мынау менің енді ұлым, аты Бақытжан, биыл алла жазса мектеп бітірейін деп отыр. Өзі менімен бірге бұл да біраз жер шарын айналып келді. Өзінің талабы, таланты жақсы, бірнеше тілдер біледі. Қазір соңғы несі Қытай тілін үйреніп жатыр. Студент кезден танысып, бірге жаңа картоп теріп, 5 жыл оқып, әр салада кеткен сондай бірне, ол менің курстасым Ләззат болады. Гаухар, Алтынай өмірлік құрбыңыз екен, өнер жолында бастағанда куә болыпсыз. Жалпы Алтынай жайлы айта кетсеңіз. Алтынай өз бастағанда қазақ радиосында жүргізуші болып істеді. Оның алдында циркта істеді. Жүргізуші болып істеп жүргенде де біз, например, біз жайлығы үлкен мақтанышпен айтатынбыз. О, Алтынайдың передачасы бүгін. Алтынай сөйлеп жатыр, Алтынай нетіп жатыр деп. Осы жолға түсе, осы өнер жолына түсер алдында біз Алтынай дегенің бірден шешілді ғой. Жоқ, мен осындай нені бастаймын, осы жолға, осы мені Москвадан барып үйреніп келемін, оқимын, ол үшін маған үлкен көп ақша керек деп, өзінің 2 бөлмелі пәтерін сатты. Сонда біз деген баласы кішкентай қолында, енді мектепке баратын бала, біз деген барлығымыз соншалықты шоковый состояниеде болдық. Алтынай деген тұрып алды орында. Мен барамын, болды, мен өзім шештім, болды. Өзім шығарып саламыз Москваға. Ничего, 2 ай оқып келді Москвада. Келгеннен кейін бірінші болып съемкасын көрдік біз неден видеокассетадан. Өте көңіліміз толды. Ләззат, сенің өмірінде Алтынай тек әпкен ғана емес, сонымен қатар өнер жолындағы ұстазың. Ұстаз ретінде, әпке ретінде айырмашылықтары бар ма Алтынайдың? Әпкелік жағынан өзінің айырмашылықтары бар, ал ұстаз жағынан келгенде Алтынай ештеңені ойлама дейді. Жұмысқа шығар алдында бір-бірімізден сөйлеспен ойша барлығын қорытып, ойымызды жинақтап, былай сондай қатал нетеді. Жұмысқа келгенде ұстаз ретінде өте қатал. Өте қатал. Бірақ ойлаймыз нәтижесі болады соны. Алтынайдың курстасы болғандықтан басқа топтағы курстағы құрбыларыңыздан ерекшелігі болды ма? Мінезінде болсын, іс-қимылында болсын? Әрине, Алтынайды мен сол жаңадан мектепті бітіріп, Алматыға арман қуып келген кезден танимын. Сол кезде ең алғашқы танысқан құрбыларымның бірі. Содан бері міне журымыз жазылмай, өмір жолындағы қиындықтар болсын, қуаныштар болсын, бірге бөлісіп келе жатырмыз деп ойлаймын. Алтынай негізі
студенттік шақтан өзі бір ерекше өжет болатын. Тіпті жаңа Гаухар құрбысы да айтып отыр, ер жігіттердің бел шешіп кірісе алмайтын ісіне ол ешқандай ойланбастан көз жұмып өзі сондай кірісіп кететін. Алтынайдың тір әлпетіне, бет бейнесіне қарасақ, осындай үлкен сен сияқты азамат ұлы бар деп көбісі ойламайды. Осы жас анымен тіл табысуын, сырласуын қалай? Көбінесе енді түгел сырымды айтпаймын, кейбір кезде айтпаймын. Енді кішкентай кезінен әр заман анам жұмыста болғанда таңертең ол 8-де сабаққа мен кетем, түнде ол сағат 12-де бірақ келеді жұмыстан, мен уже ұйықтап жатам. Содан бір заман болды да, енді көп уақытын бірімізді көрмей, енді сөйлеспей, бірақ анамен және баланың арасындағы қатынасымызды жоғалтқан жоқпыз, өзі барған жоқпыз. Сол бір жылы қатынастар бар. Ләззат Алтынайды кәсіп жағынан келгенде қатал деп айтты, ал ана ретінде қандай? Ана ретінде үйімізде еркек жоқ болғаннан анам әкем де болды, анам да болды, қатал да болды, жұмсақ та болды, ерінді де болды. Алтынай, сіздің қытайша демдеп берген шайыңыз өте дәмді болды. Рахмет. Осылай біздің халқымыздың атын шығарып, өнеріңіз өрге жүзе берсін. Аман болыңыз. Амин. Келгеніңізге рахмет. Мынандай әшекей заттарды қай бой жеткенмен қыз келіншектің жаны сүймесін. Ептілігіңіз болса, бұларды да өз қолыңыздан жасауға болады. Үйренгіңіз келе ме? Ендеше біздің өнерпаз болсын айдарын тамашалаңыз. Алқа қыз келіншектердің мойын омырауына сәндікке тағатын әшекей. Моншақ алтын, күміс, маржан, бағалы асыл тастар тізбегінен жасалады. Халқымызда тастардан жасалған алқа тек сәндік үшін емес, сонымен қатар емдік қасиетімен тіл көзден сақтайды деген сенім бар. Айшат Омарова, отбасы. Жұбайы Шералы 3 балалы ана. Сүйікті ісі, қолөнермен айналысу, өмірлік ұстанымы, қиындыққа мойымай алға жылжу. Бүгінгі сіздерге көрсететін қыз-келіншектердің жазға киетін алқасы. Бұған керек заттар маған қысқыш, басы бүгілген, сосын мына кескіш, сосын атауыз, басы домаланған бүгетін заттарды мына атауыз керек. Және маған керегі мынандай 3 түрлі ұзындығы 3 түрлі леска керек. Содан кейін мына асыл тастардан әркім өзінің талғамына қарай мына неше түрлі асыл тастарды таңдап алуына болады. Маған қазір мен таңдап алған міне коралл, сосын жаңа горный хрусталь дейді. Горный хрустальдардан мынандай әртүрлі түрлерінен алдым. Ал енді бастаймыз. Мына бекіткішті алып, мына 3 лескіге кіргіземіз. Өстіп кіргіземіз. Бұны бекітіп алмасаң болмайды. Бірінші бекітіп аламыз. Сөйтіп мына ілгішке кіргіземіз ары қарай. Қатты бекітеміз, өстіп тексеріп көреміз. Мықты шығып кетпейтінде болсын. Сөйтіп мына артық лескіні мына қысқышпен, кескішпенен кесіп тастаймыз. Өстіп, міне, кесіп тастаймыз. Ұзындығы 3 түрлі лескіні бірінші лескісін асыл тастарға толтырып аламыз. Бұны неден бастаймыз? Бірінші бекіткіш кіргіземіз. Шамамен, бұл шамаменен мына жерден басталады. Бекітеміз. Мына атауызбен бекітеміз. Өстіп бекітеміз. Өзіне ұнаған тастан бастауға болады. Мен мына көк тастан бастаймын. Көк тасты кіргіземіз. Кіргіземіз да. Екінші жағынан мына бекіткішпен,
бекітеміз. Былай міне 2 тасты бекіттік. Енді коралды саламыз. Бұны да 2 жағынан бекітеміз. Бұл адамның өзінің әркімнің талғамына байланысты тастарды 2-ден істеуге болады, 3-ден істеуге болады. Осылай ары қарай жалғастыра береміз. Лесканың орнына, мына лесканың орнына ювелирный трос дейді. Ювелирный тросты да пайдалануға болады. Сосын қарапайым жібек жіптер болады, үзілмейтін. Сол жібек жіпті де пайдалануға болады. Бірінші қатарын бітірдік. Көрдіңіздер. Енді екінші қатарына кірісеміз. Екінші қатарында дәл осылай жасаймыз. Мына тастарды алған кезде бәрі бір қатарда түсіп қалмау үшін тастарға қарап реттеп отыру керек. Екінші қатарды бітірдік. Енді үшінші лесканы толтырамыз. Мінекей бітірдік. Енді мына лесканың ұштарын жинап аламыз. Бекіткішке кіргіземіз. Мұндай әсем алқа дайын болды.